Құрметті достар, бүгін мына Ақтау қаласындағы Құспан ағамызбен кездесіп отырмын. Бұл кісі көптен бері тәуелсіз кәсіподақ төрағасы, Қазақстан Республикасының аймақтарында филиалдарын ашқысы келеді. Көп жыл бойы соны еңбектеп жүрген Құспан Қойшығұлов ағамыз. Сол кісіден бір-екі ауыз сөз. Қазіргі таңда кәсіподақ қалай болып жатыр? Жұмыс барысы, тіркеу, филиалдарды аштыру міндет па? Сол туралы сұрасам деп едім. Құспан аға, қазіргі уақытта енді алдынан бері көптен бері танимыз. Не болып жатыр қазіргі уақытта кәсіподақ? Қазіргі таңда енді біздің жалпы салалық кәсіподақ жөнінде айтатын болсақ, енді бұл жерде өзіміздің қолымыздан келгенше жаңа аясында әрекеттерімізді жасап жатырмыз. Бірақ бұның екінші жағы мына біздің кәсіподақ заңы бойынша салалық кәсіподақтың республика аймағының жартысынан көбінде өзінің өкілдіктері немесе филиалдар болу керек. Сол міндетті, сол арқылы мәртебеміз бекітіледі, яғни статус, подтверждение статус дейді ғой. Мәртебе енді өкінішке орай қазіргі уақытта кезінде осы кәсіподақты 2016 жылы ашқанда негізі мәртебесін бекітіп, ол кезде біздерде 14 облыс болды. Соны жасалған, алайда кешегі 17 жылы өздеріңіз білесіздер, біздің лидерлеріміз сотталды, жаталды. Содан кейін бізге белгісіз бір себептермен мәртебесі бекітілмеген деп салалық кәсіподағымыздың жұмыс жасауына заң аясында кедергі болды. Ол үшін де сотқа беріп біздің 6 айға немізді тоқтатып қойды жұмысымыз. Одан кейін 6 ай уақыт өткесін ары қарай жұмысымызды жалғастырып жасап жатырмыз қазір. Ендігі мәселе біздердің филиалдар тіркемеуінде. Алматы қаласында жыл жарымдай жүріп бір филиалды тіркедік. Қазіргі уақытта 9 филиалымыз бар. Кәсіподақ заңы бойынша 11 филиал болу керек. Атырау облысында 4-ші жылға аяқ басып бара жатыр. Филиалымыз тіркелмегенімізге 8 рет не берді, жаңағы тіркеуден бас тартты, әртүрлі себептермен. Ол енді заңды тұлғаларды тіркеу заңына қарайтын болсақ, ол жерде ешқандай негіз жоқ. Негіз себеп ар жағындағы жоғарыдан берілген бұйрықтар ма, немесе біздің кәсіподақтың тіркемей мәртебесін бекітпеу ма, содан көреміз енді. Ол туралы сотқа бердіңіз? Ол туралы сотқа бере қойған жоқпыз. Себебі сотқа бергенде де оны нақты негіз жоқ дейтін себебіміз, яғни тіркеуден бас тартқан бұйрықтардың өзінде нақты себептері, дәлелдері көрсетпеген, жалпылама көрсеткен. Қазіргі таңда біз өзіміздің сот істерінде, соттарда да көріп отыр, қалай жұмыс жасап отырған. Ол берген күнде де ол тіркеуіне қайбыл. Ол сот біздің жаққа заң аясында шешіп береді. Жалпы мына кәсіподақ құрылса, мысалы мына еңбек теңсіздіктер болмаса еді. Әсіресе осы Маңғыстау өңірінде мына бұрғылау компанияларында жиі демонстрациялар болып тұрады. Негізі жұмыс беруші мен жұмысшының ортасындағы келісімге әкелетін осы кәсіподақ қой негізі шынайы. Бірақ қазіргі уақытта біздің кәсіподақтарымыз жаңа жылда подарка сондаймен шектеліп қалып жатыр. Сол себептен мына еркін, жеке дара, тәуелсіз кәсіподақты құрғызбау жоғары жаққа тиімді болып тұр. Ол енді біздердің түсінігіміз бойынша бірінші кез келген мекемеде тәуелсіз жұмысшылардың өзінің бірігіп өздерінің еңбек әлеуметтік құқығын қорғау үшін құрған кәсіподақтары қажет емес, керек емес. Ол шын ашығы сол. Кез келген мекеме өздерінде кәсіподақ, өзінің жұмысшылардың өзінің заң аясында құқықтарын қорғағанын қаламайды. Оларға айтқанына көнетін, айдағанына жүретін, қандай жұмыс тапсырса да ол заң аясында бар ма жоқ па жасай беретін жұмысшылар керек. Сол себептен бірінші жұмыс беруші. Енді екінші мәселе біздің мына жоғарыдағы мемлекеттік органдар, атап айтқанда еңбек инспекцияларымыз, мысалы қаншамалықты заңдар бұзылып жатыр, жұмысшылар, сіз айтып отырсыз, Маңғыстау өңірінің өзінде біраз шиеленістер болып жатыр, ереуілдерге шығып кетіп жатыр.
жұмысшылардың ереуілге шығатын себебі бірінші еңбек кодексінде бар, өзінің құқықтарын қорғау үшін жұмыс берушіге жазады, осындай құқықтарымыз бұзылып жатыр, еңбек құқықтарымыз, оны реттеуге деп. Оны жұмыс беруші орындамағаннан кейін инспекцияға жазамыз, еңбек инспекциясына жазасың. Еңбек инспекциясы жұмыс жасамайды, көз жұмады. иә, көз жұма қарайды, немесе қандай да бір нақты дәлелсіз жауап береді да, яғни қанағаттандырылмайды. Заңды жұмысшы өзінің құқығын еңбек кодексінің баптарын көрсетіп жазып отырған өзінде, біз орысша айтқанда отписка дейді ғой, отпискаменен басқаша жауап береді. Соның салдарынан жұмысшылар не істейді? Мәжбүрлі түрде мәжбүр болады ереуілге баруға, өздерінің құқықтарын қорғау үшін. Себебі ол заң аясында көріп отыр, құқықтарын бұзылып жатқан. Енді оны қорғайтын инспекциямыз оны қорғамағаннан кейін соңғы шара біздің енді басқа аумақтарда білмеймін де, біз Маңғыстауда болып отырған новое шиеленістерді, ереуілдерді қарап отырсаңыздар, ар жағында жұмыс берушінің қандай заң бұзып отырғандары. Мысалға кешегіде осы жақында болған оқиға элементары Тасболат ойыл дейтін мекемеде 5 жігітті жұмыстан шығарып жіберді. Себеп? Наразылық. Жоқ. Біріншіден олар кәсіподағын құрып өздерінің, екіншіден еңбек кодексіндегі заң аясында өзінің құқықтарын қорғаған үшін. Яғни бұл мекемеде бұл жігіттердің басы 22 жыл жасаған, соңғы 15 жыл жұмыс жасаған жігіттер. Бұл жердегі мәселе Тасболат ойылда соны айтайын деп отырмын. Яғни жұмысшы скважиндерді, жаңағы ұңғымаларды дейді, ұңғымаларды зерттеу операторы болып мамандығы, еңбек шарты бойынша солай жұмысқа алынған. Бірақ бұлардың істеп жүрген негізгі жұмыс беруші жасатып отырған жұмысы оператор денгі дейді, оператор добыча нефтегаза дейді ғой. Яғни өндіру және өндіру операторы да, соның жұмысын жасатып, екінші оларға қосып жерасты қысымын, жерасты қабатының қысымын, поддержание пластового давления қысымын ұстап тұру операторы. Яғни бір жұмысшыға 3 мамандықтың жұмысын жасатып қойған. Ол біріншіден біздің ЕТКС, единый тарифный коллекционный справочник. Ода ондай жоқ. 3 мамандық болып көрсетілген. Сол бұзылып отыр, яғни заң. Екіншіден, бұл жұмысшыларда разряд жоқ. Яғни белгілі бір жұмыс жасау үшін, белгілі бір мамандықтың, белгілі өзінің бір квалификациясы болу керек. Дәрежесі мысалға. 3-ші разряд оператордың белгілі бір жұмыстар жасайтын, 4-ші разряд өзінің несіне қарай жасайды, 5-6 деп сөйтіп бөлінеді. Енді бұл жігіттерге 3 мамандыққа жұмыс жасатып қояды. Оны біз жұмыс берушіге де жаздық, еңбек инспекциясына жаздық. Еңбек инспекциясы жұмыс берушіге сілтемейді. Жоқ, жұмыс берушіге сілтемейді. Еңбек инспекциясы біздің атамекен палатасының, палата предпринимателей, кәсіпкерлік палатасының стандарты бар дейді. Ол стандартты біз көтеріп қарасақ, ол стандартта ол зат жоқ. Ол атамекен кәсіпкерлік палатасының шығарған стандарттың өзі біздің бірыңғай тарифтік квалификациялық анықтама бар ғой, соған қаралып жасалған. Біз оны да дәлелдеп бердік. Ол жөнінде министрлікке жазамыз, еңбек министрлігіне, оның қазір комитет бөлінді ғой, еңбек инспекциясы жөніндегі комитет. Соның өзі инспекцияның берген жауабын беріп отыр. Маңғыстау облысы департамент. Енді қараңыз. Иә, мына жақтан мысалы сұратқан, қандай жауап берді, соны алып, сол күйінде бізге тек басындағы, маңдайындағы еңбек министрлігі дегенде министрлігінің шапкасын өзгерткен. Шаблон. Комитеттің төрағасы бірінші Мұратбеков қазір. Сонымен келіп отыр. Енді осындай заңдылықтар еңбек инспекциясы, еңбек министрлігі, Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің жұмыс жасауын немесе тәртібін талабын бақылайтын мекеме ғой. Оның өзінен осындай жауап келгеннен кейін біз енді жұмыс берушіде оны сұрамақ қойсамыз да болады. Ал мына жұмысшылар жаңа наразылықтарын танытып жатады, талаптарын қойып жатады. Солардың талаптары орындалады ма? Кейде. Жоқ, енді ол орындалады, орындалмайды. Кейбір жерлерде орындалып жатады. Оны енді қазір қарап отырсақ, жұмысшылардың өздерінің талапты қойғандағы сол өзінің қойған талабына жетуіне қарай мысалы. Кейбір жерлерде 30%, 40%, 50% орындалып жатады, кейбір жерлерде 70%, әртүрлі. Қалай келіседі? Біздерде ең қызығы ереуіл жасалғаннан кейін, еңбек дауы шиеленіс туғаннан кейін барып келіп, келісімге отырып,
шешіледі барлығы. Заң бойынша еңбек кодексі бойынша керісінше болу керек. Мекемеде талап туындады ма, еңбек кодексінің өзінің бірінші жұмыс берушіге талабыңды қоясың, осындай заң бұзылып жатыр. Бұл комиссия құру керек, татуластыру комиссиясы да шеше алмаса, ары қарай еңбек төрелігін құру керек. Заң аясында одан кейін барып ары қарай сотқа беру керек, немесе ұжым шешеді, дереуге қарай қадамдаймын әлде сотқа бере ме. Біздерде бәрі керісінше. Сосын мына еңбек кодексінде бар, жұмысшылар ереуіл жасауға құқылы. Талаптары орындалмаса, ескерілмесе, бірақ сол ереуіл жасаған жұмысшыларды кейін қудалайтын кезеңдерде болады. Болады. Бастап наразылыққа шақырғандарды қудалайды, жұмыстан шығарады, оқытады, сөйтіп өздерінің талаптарын барынша орындатпауға тырысады. Біздер бақылап отырамыз. 2021 жылы мен есептедім, осы Маңғыстау өңірінде 70-тей наразылық болды. Одан кейін қаңтар оқиғасы шиеленісіп кетті де, содан кейін монитор жасай алмай қалдым. Қараңыз енді, бір жылда 70-тей наразылық мұнайшылардың арасында. Талаптарын айтады, 100% орындалған талапты көрген жоқпыз. 50%, 30% орындалады, бірақ артынан сол жұмысшыларды бастап наразылық ұйымдастырғандарды қуып шығарып жібереді. Ондай жағдайда не істейді? Ол жұмысшылар қайда барып жүрген? Енді ол жұмысшылар ондай жағдайда жұмыстан бұйрықпен шығарады, ол келісім комиссиясына береді, ары қарай сотқа береді. Оның енді сол шыққан жұмысшылардың қазіргі таңда қарап отырсаңыз, асып кеткенде бір 15-20% ғана кейін қарай орналастырған болу керек. Қалған науайына. Бұл жерде ең қызығы, жұмыс берушілер жаңағы сол заңдылықты айтқан, мысалы сол заңдылықты мысалы еңбек кодексінде бар нормалар жұмысшыларға таныстырып көрсетіп, мынандай құқықтарымыз бар деген азаматтарды олар жаңағыдай керісінше көрсетеді. Яғни бұлар жаңағы үгіттеушілер, насихаттаушылар болып көрінеді. Былай айтқанда, осылар бәрін ұйымдастырып жүрген, осылар бәрін істеп жүрген дейтін көзқараста немесе солай көрсетілді. Оны ар жағын сотта да, еңбек инспекциясында да дұрыс па, дәлелді ме, дәлелсіз бе, негізсіз бе, ол ешкім қарап отқан жоқ. Біздерде енді былтыр мысалы кәсіподақ құрып, кәсіподаққа төраға болғанша Ақтөбе облысында болды. Ақтөбе облысында филиалымыз бар. Ақтөбе китайский компания сервистік қызмет көрсететін Восток сервис дейтін. Сода бастауыш кәсіподақ құрады. Бастауыш кәсіподақтың төрағасы іштерінің бір жігітті сайлайды. Ең қызығы бұл жерде жаңағы жұмыс беруші бастауыш кәсіподақ безобразованный юридический заңды тұлға емес, кәсіподақ заң бойынша. Оның заңды тұлғасы филиал тұр, оның ар жағында біздің салалық кәсіподақ. Негізі заңды тұлғасы филиалда заңды тұлға болып есептелмейді. Заң бойынша заңды тұлға біз. Яғни жұмыс беруші ол жерде сотқа бастауыш кәсіподақтың инициативінде бастамашылық тобының 5 адамын сотқа береді. Осылардың жасаған хаттамасын негізсіз деп табуға деп та, себебі олардың жарғыларына сәйкес емес хаттама толтырылған деп. Оны сот істі алады. Біз сотқа арыз жазамыз. Ол жерде бұлар заңды тұлға болмаған себепті заңды тұлға біз сотқа бізді беру керек деп. Бірінші сот болады. Бірінші сотта жұмыс берушінің пайдасына заңсыз деп шешіп береді. Сосын апелляцияға береміз. Апелляция біздің жағымызға бірінші соттың дұрыс қарамаған істі, себебі бастауыш кәсіподақ филиал заңды тұлға болып нетілмейді, заң бойынша табылмайды. Заңды тұлға болып табылатын салалық кәсіподақтың өзі дейді. Яғни сотқа берілген соттың шешімі негізсіз, оған берілген арыз негізсіз деп, ол соттың шешімін бұзып қайтадан орнына бір бастауыш кәсіподақта келеді. Содан кейін енді қызығы. 12 жылдан бері жұмыс жасап келатқан кәсіподақ төрағасы сол жерде техбезопасность инженер болып кетті. Халықаралық сертификат бар, жаңағы осыны өткен өз кезінде, осыған дейін 12 жылдан бері жыл сайын аттестациядан өтіп келе жатқан жігітті аттестациядан өткізеді де, аттестация өте алмады деп құлатып тастайды. Оны біз согласительный береміз, сотқа береміз. Бірінші сот жұмыс берушінің пайдасына шешіп береді, апелляцияға береміз. Сол кезде тағы бір қызық бар. Енді жаңағы кәсіпорынның өзінің бұрыннан келе жатқан кәсіподағы бар.
басында айттым ғой, кәсіподақты сотқа бер, жұмыс беруші ұтылып қалады. Яғни өзінікі негізі заңсыз болып шығады. Енді сол мекеменің кәсіподағы сотқа береді. Екінші кәсіподақты. Негізі екі кәсіподақ екеуі де жұмыстың құқығын қорғау үшін. Яғни сотқа береді, бір заңгер екеуінің де жалдағаны, сол сотқа қатысқан. Ең қызығы бұл жерде адвокат жаңағы сотқа берген заңгері жұмыс берушіге жазған арызды дәл солайменен ешнәрсе өзгертпестен, кәсіподақты атын өзгертпестен сотқа береді да, бірінші сотта қарайды да, жаңағыдай жұмыс берушінің мекеменің бұрыннан келетін кәсіподағының арызы заңды, яғни бұл бастауыш кәсіподақтың хаттамалары заңсыз деп сот шешім шығарады. Біз оны апелляцияға береміз қайтадан. Енді сол ортада жаңағы жұмысшыны жұмыстан шығарып жіберді ғой. Жұмысшы бірінші сотта айтпақшы, бұл қате айтып отырмын, жұмыстан шығарады, біз сотқа беріп, оның негізсіз екенін дәлелдеп отырып, жұмысқа қайтып алдырамыз. Енді мекеме оны сотқа береді. И сотқа берген кезде апелляциялық процесс жүріп отырған уақытта сот жаңағы кәсіподақтың төрағасының ісін тоқтатып тастайды. Яғни нақты көрсетеді. Екі кәсіподақ соттасып жатыр, соның шешімінен кейін шешім шығарамын дейді. Түсіндіңіз бе? Кәдімгі өзінің іс қағазында көрсеткен. Апелляциялық сатыда. Апелляциялық саты ол дәлелдемелер жинақы болу керек. Енді дұрыс қой, енді біз қызын қараңызшы. Енді мына соттың, то есть екі кәсіподақты соттасқан қайсысы жеңеді, сол жаққа жеңіп беремін деген дейді ғой. Жеңген менікі деген сөз. Алады да апелляциялық сот. Енді жұмыс берушінің өзі сотқа бергенде біздің кәсіподақта олардікі заңсыз болып шығады. Енді ана кәсіподақ береді сотқа. Берді ғой жаңа. Сол апелляциялық сатыда олардікі заңды қылып шығарып береді. Бірақ олардың заңды тұлғасы бізбіз. Түсіндіңіз ғой? Енді бұл жерде қызығы жаңағы соттың шешімін негізге ала отырып, жұмысқа қайтадан орналастырылған кәсіподақ төрағасын апелляциялық шешіммен қайтадан жұмыстан шығарып тастайды. Сот өзінің соттың әділ шешімі еще апелляциялық саты кезінде сотқа жұмысқа кіргізіп, соттың шешімінен кейін қайтадан жұмыстан енді бірінші шешімді жұмыстан шығарған кезде сот жұмысшынікі дұрыс деп шығарып берді. Енді апелляциялық шағымды шешу керек болғанда, екінші соттың екі кәсіподақтың бір-бірінің арасында соттасқан сол соттың шешіміне қарап отырып шығарып береді. Түсіндіңіз ғой? Қандай біздерде жағдайлар болып жатыр? Сот проблемасы. Құспан аға, енді қалай аймақтарда жұмыстарыңыз ашу филиалдарды жалғаса ма әлде? Жоқ, филиалдарды ашу әрине жалғастырып жазып жатырмыз, бірақ бір филиалдың өзін құжатты бір тапсырудың өзіне бір ай жарым уақыт кетеді. Біз жинақтаймыз. Онымен тоқтап қалмайсыз? Тоқтап қалмаймыз, әрине жалғастырып жатырмыз, бірақ өкінішке орай ол ешнәрсе өніп жатқан жоқ. Бірақ бәрібір де біз енді халықаралық кәсіподақтардың мүшесі болғаннан кейін, ұйымы мүшелік ұйым болғаннан кейін біз ары қарай ол жаққа да жазып жатырмыз. Осындай кедергілер болып отырған себебі бұл жерде Қазақстан Республикасы айтқанда халықаралық еңбек ұйымының конвенция өздерінің қабылдаған конвенциясын бұзып отыр. Бірінші мәселе 87-ші конвенция, жаңағы бірігу бостандығы, кәсіподақтың жұмысына араласпайды деген. Екінші 98-ші конвенция, жұмысшылардың жаңағы ұжымдық келіссөзге, ұжымдық шартқа отыруға кедергі жасап отырған. Кедергілер көп. Бұл жерде біздің еңбек кодексіміз жұмыс жасамайды. Негізгі мәселе еңбек кодексінің де көрсетілген заңдардың орындалмауына біздің кәсіпкерлік кодекстің кедергісі бар. Бір, екінші, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі менен еңбек министрлігінің бірігіп шығарған бұйрығы бар. Ол бұйрықта жаңағы профилактикалық тексеру бар ғой, мекемелерді жылына бір рет, енді соңғы кезде мораторий жариялап тастады мысалға. Сода көрсетілген 38 пункт берген тексеруге, ол профилактикалық тексеруге. Енді соны тексерудің екі түрі бар, профилактикалық тексеру, екінші кезектен тыс тексеру. Кезектен тыс тексеру қандай да бір жұмысшыдан немесе кәсіподақтан осы мекеменің жұмыс берушінің заң бұзып жатқаны, еңбек кодексінің нормаларын бұзып жатқаны айқын көрсетілсе, соны тексеруге міндетті. Енді бұл жерде жұмыс беруші
еңбек кодексінде баптарында көрсетілген нормаларды бұзады. Инспекцияға біз жазамыз, осындай жұмысшылардың құқығын қорғау мынандай баптар орындалмай жатыр деп. Енді еңбек инспекциясында аяғы байлаулы. Ол мекемеге тексеру жүргізу үшін прокуратурадан санкция алу керек. Прокуратураға осындай бізге арыз түсті, осындай нормалар бұзылып жатыр, енді біз тексеру ашуымыз керек деп прокуратураға береді. Прокуратура қарайды, мына 38 пункт бар ғой, тармақ. Жаңаға жазылған заң бұзушылықтар, біздің көрсетіп отырған 38 тармақтың ішінде болмаса, прокуратура санкция береді. Заң бұзушылық біздің еңбек кодексінің баптары нормасын бұзып жатыр. Қарайды, салыстырады, мына 38 тұр ғой, тармақ. Бұл тармақтың ішінде мына заң бұзушылықтар көрсетілмеген болса, онда еңбек инспекциясына санкция бермейді. Бұзылмады. Егер прокуратурадан санкция алмай еңбек инспекциясы мына тексеруді жүргізіп кетіп, ол жерден заң бұзушылықтар тапқан күннің өзінде Негізсіз бұл. Иә, негізсіз деп прокуратураға берсе, жаңа инспекторларға шара қолданады. Мына пункт жоқ. Иә, мына пункт, иә, сол. Қандай кедергілер бізде жұмыс жасауға қазір. Тек бізге көзге көрінетін осы Маңғыстау өңірі. Иә, біздің басымыздан өтіп, күнделікті жасап жүрген жұмысымыз көріп отырғанымыз. Азаматтардың, мұнайшылардың белсенділігінің арқасында шығып жатыр да бұл негізі. Иә, о да солай. Басқа аудандарда, басқа аймақтарда. Басқа аудан, басқа аймақ демей-ақ, басқа салаң өзі мысалы. Бәрінде. Біз мына мұнай саласы жақсы. Білім саласы жатыр. Медицина саласы жатыр. Тағындай жеңіл өнеркәсіп па, металлургия ма, ауыр өнеркәсіп бәрі бар ғой. О жақтарда қандай не болып жатқанын біз тек қазір көріп отырғанымыз бір сала бойынша. Осындай кедергілер. Бұл жерде Қазақстан Республикасының депутаттарымен жаңағы талқыланып, сенатпен бекітіліп, президентпен қол қойылып, мысалы өндіріске берілген заңдар сол орындалмай отыр. Енді ары қарай басқаша түсіндіру қайдан мүмкін емес. Жарайды, Құспан аға, істеріңізге сәттілік. Рахмет.